Сәлеметсіз бе? Кореяның қыздарының бет күтіміне қызығып жүрсіз бе? Мен бір рецепті тауып алдым. Рецепті жасап, сақтап басқалармен бөлісіңіз. Ол үшін бізге шала піскен, яғни суға қайнатылған жұмыртқа керек. Оның сарысын алып, езіп, 2 шай қасық сүт және 2 шай қасық кукуруз крахмалын қосып, араластырып, маска жасаймыз. Тазартылған бетіңізге жағып, 20 минуттан кейін масканың кеуіп қалған соң оңай бетіңізден алып тастаңыз. Нәтижесін бірден байқайсыз. Теріңіз ағарып, тазарып, бөпенің терісіндей болады. Қыздар, тағы бір оңай бет күтіміне арналған рецептпен бөліскім келіп тұр. Жазып алып, жасап көріңіз. Үйдегі бар заттармен жасалады. Қымбат косметика алуға асықпаңыз. 1 шай қасық бал, 1 шай қасық тіс пастасы және 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып, бетіңізге жағып маска жасаңыз. 15 минуттан кейін жуып тастаңыз. Айтпақшы, бір ескертетіні, балға аллергияңыз болса, жасамағаныңыз дұрыс. Бетіңіз қызарып, бөртіп, теріңізге зиян тиюі мүмкін. Бұл маскадан кейін бетіңіз аппақ, жылтыр және әжімдердің жазылғанын көресіз. Әжімнен тез әрі оңай құтылғыңыз келсе, осы рецепті жасап көріңіз. Оған 2 дана аспиринді ұсақтап, 1 жұмыртқаның сарысын, 1 шай қасық ас содасын қосып, араластырып, бетіңізге әжім көп жерлерге жағыңыз. 15-20 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Бетіңіздің тартылғанын байқайсыз және әжімдердің азайғанын көресіз. Үй жағдайында осы бет күтімін жасаңыз. Қызылшаның суынан жасалатын бұл маска бет терісін жылтыратып, әп-әдемі рең береді. Көбісі біле бермейтін бұл масканы сіз бірінші болып жасаңыз. Нәтижесін көресіз. Одан кейін жақындарыңызбен бөлісесіз. 2 шай қасық қызылша суына 2 шай қасық крахмал және 1 шай қасық бал қосып, араластырып, таза бет терісіне 15 минутқа жағып қойыңыз. Одан кейін жылы сумен жуып алыңыз. Бетіңіздегі өзгерісті бірден байқайсыз. Мына рецепт енді таза табиғи ботокс. Теріні тарттырып, тіктіріп, ине салдырмай-ақ осы рецепті жасап көріңізші. 1 шай қасық кофе, 1 шай қасық крахмал, 1 жұмыртқаның ағы және 1 шай қасық сүт қосып, барлығын араластырып маска жасаңыз. Бетіңізге жағып, 10-15 минут күтіңіз. Бетіңіз тартылып, тазарып, өзгергенін байқайсыз. Видеолар ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Менің каналымда пайдалы рецепттермен бөлісемін. Егер де ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.